Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін сіздермен балалық шақта мектеп қабырғасындағы буфеттен 25 теңгеге алатын трубочкидің рецептімен бөлісетін боламын. Дәмі өте керемет болып шығады, үйде жасап көріңіздер. Ал енді трубочкиміздің тестасын дайындаймыз. Ол үшін бізге 500 грамм ұн, 300 грамм кубиктап туралған сары майымыз керек. Ұн мен сары майымызды араластырып, жақсылап крошка дайындаймыз. Крошка дайын болған соң салқын 100 грамм суымызға жарты шай қасық тұзды салып араластырамыз. Тұз еріген соң суымызды ұнның үстіне құямыз және 2 жұмыртқамызды салып қамыр илейміз. Қамыр өте жұмсақ болады, сондықтан да дәл осы кезеңде үстіне 100 грамм ұнды саламыз. 100 граммнан артық ұн салмаңыздар. 100 грамм ұнды бөлек салған себебім, жұмсақ қамырымызға осылай үстінен салғаннан кейін қамырымыз біркелкі болып жиналады. Көріп тұрғандарыңыздай өте жұмсақ қамырымыз дайын болды. Енді салафон пакетикке салып, жарты сағат морозильникке қоямыз. Дайын болған тестамызды ұнның көмегімен жарты сантиметр етіп жайып аламыз. Осылай бірнеше бөліктерге ұзыншалап бөліп аламыз. Осы бір тестадан 20-21 штук трубочки шығады. Арнайы кондитерлік дүкендерден осындай трубочкидің формасын сатып алсаңыздар болады. Дәл видеодағыдай етіп, конусқа осылай қамырымызды орналастырып шығамыз. Дайын болған трубочкаларымыздың үстіне бір жұмыртқаның сарысына бір ас қасық сүт құйып,
Араластырып осылай бетіне бір тегіс етіп жағып шығамыз. Алдын ала қыздырылған 200-220 градустағы печкамызда пісіріп аламыз. Ал енді трубочкамыздың белковый кремін дайындаймыз, яғни ақуыздардан жасалатын крем. Ол үшін бізге 4 жұмыртқаның ағы мен 100 грамм сахарный пудра керек. Бірінші ақуызды осылай миксерлеп аламыз. Ақшыл түске енгеннен кейін сахарный пудрамызды 2 немесе 3 бөлікке бөліп саламыз. Сахарный пудрамыз толық еріп болған соң аппақ крем пайда болады және үстіне 1 шай қасық лимон сығындысын құямыз. Тағы да жақсылап миксерлейміз. Дәл осы ақуыз кремін дайындау үшін 4-4,5 минут уақыт кетеді. Креміміз осымен дайын болды. Енді кондитерлік мешогымызға салып, жинақтап аламыз. Трубочкаларымызды әбден суытып, ішіндегі формочкасын алып болғаннан кейін, ішіне жаңағы белковый кремімізді құйып шығамыз. Дәмі өте керемет болып шығады. Үйде жасап көріңіздер, әсіресе балалар қатты сүйіп жейді. Егер де менің видео рецептерім сіздерге ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналға жазылуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге Тоғжанның асханасы, күн сайын арнамда жаңа рецептер. Осымен трубочкамыз дайын болды. Дәл видеодағыдай керемет болып шығады. Осы тәттіні пісіріп, жақындарыңызды қуантыңыздар. Баршаңызға ас болсын.